Сәлеметсіздер ме менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге осындай керемет болып шығатын сүтті қыз тортын үйрететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ең алдымен жұмыртқамызға сгущенкамызды саламыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. 1-2 минуттай жақсылап миксерлеу қажет. Содан соң ертілген сары майымызды құйып жақсылап миксерлейміз. Енді разрыхлителімізді ұнға салып араластырып, аз-аздан ұнды салып араластырып отырамыз. Ұнымызды осылай салып араластырып алу қажет. Әйтпесе ұнды салып бірдестен миксерлейтін болсақ, жан-жаққа шашырап кетуі мүмкін. Спен араластырып алдық, енді миксерлейтін боламыз. Мінекей осындай керемет қамыр шығады, осындай нәзік, әдемі, қою. Енді пергамент қағаздарды осылай 6 бөлікке бөліп аламыз. Сосын формамызды қойып, қара карандашпен немесе ручкамен сызып алсаңыздар болады. Менде 20 сантиметр. Осылай домалақ етіп сызып аламыз. Бәрінде осылай сызып шығамыз. Содан соң пергамент қағаздарды осылай жайып аламыз. Корждарымызды теңдей бөлгендей. Енді бір-бір қасықтан бүкіл пергамент қағазға салып шығамыз. Артқанын және үстінен салып шығамыз. Енді осылай сызылған дөңгелектің бойымен қамырымызды жайып, түзу етіп жайып шығамыз. Листімізге салып қоямыз, қалғандарын да тура солай карандаштың бойымен жағып шығамыз. Карандаштың бойынан шығып кетпеу керек, сол кезде корждарыңыз бірдей әдемі болып шығады. Тура солай бәрін жағып шығамыз. Осылай бізде 6 корж шығады. Корждардың бәрін осылай дайындап қоямыз. Бір-бірден кезекпен пісіріп аламыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 2-3 минуттай пісіреміз. Беті золотистый болғандай. Корждар өте тез піседі. Енді кремімізді дайындайтын боламыз. Салқын сливкиді осылай ақырын скоростан жоғарылатамыз жай-жаймен. Бірдестен қатты скоросты араластыруға болмайды. Сливкиіміз сұйық болып кетуі мүмкін. Міне кішкене араластырып алдық. Енді сахарная пудрамызды салатын боламыз. Сливкиді көп араластырып, сосын сахарная пудра, творожный сырды салуға болмайды. Себебі сливкиіміз қайттан сұйық болып кетуі мүмкін. Сливки міндетті түрде салқын болу керек. Кем дегенде 1 күн холодильникте тұру керек. Сол кезде формасын өте жақсы ұстайтын болады. Сахарная пудрамызды салдық, енді творожный сырымызды салып аламыз. Енді жақсылап 2-3 минуттай миксерлейтін боламыз. Креміміз қою болғанша. Сливкиіміз міндетті түрде 30-33% болу керек майлылығы. Егер де одан төмен болатын болса, креміміз дәмді шықпай қалуы мүмкін. Осылай ақырын-ақырыннан скоросты жоғарылататын боламыз. Креміміз қою болғанша жақсылап араластырамыз. Кремді араластыратын кезде міндетті түрде үлкен ыдысты таңдау керек. Сол кезде креміміздің жан-жаққа шашырамайтын болады.
Егерде кішкентай ыдыс таңдайтын болсаңыздар, креміміз жан-жаққа шашырап кетуі мүмкін. Мінекей кремімізді көріп аламыз, осындай қою, әдемі болады. Ыдысты төңкергенде төгілмейтіндей болады. Енді осылай мешогымызға салып аламыз. Енді осылай қағазымыздың астына кішкене крем жағамыз, корждарымыз жылжып кетпеу үшін. Енді формамызды қойып аламыз. Содан соң кремімізді осылай жағып шығамыз. Барлығына осылай кремдерімізді тең-тең жағып шығатын боламыз. Енді қалып кеткен азырақ қалған кремді осылай бетіне жаға саламыз. Мінекей кремді жағып болдық. Енді пищевой пленкамен орап, бір күн холодильникте тұрғызып қоямыз. Сол кезде корждарымыз өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Енді обтяжкамызды дайындаймыз. Осылай салқын сливкиді жақсылап кішкене миксерлейміз. Сахарная пудрамызды саламыз. Содан соң творожный сырымызды салып жақсылап миксерлейтін боламыз. Ақырын скоростан жоғарыға ақырын көтереміз. Сливки міндетті түрде салқын болу керек. 33-30% болу керек. 30%-дан жоғары болса, өте жақсы. 30%-дан төмен болмау қажет. Міне креміміз дайын болды. Енді холодильниктен коржымызды аламыз.
пищевой пленкадан, формочкадан шығарып аламыз. Содан соң кремімізді салып, осылай жан-жанына жағып, тегістеп шығамыз. Осылай арнайы өзінің тегістейтін құралы бар. Сонымен осылай әдемі етіп, бір тегіс етіп шығамыз. Енді қалған кремімізге красительді саламыз. Жақсылап араластырып, тортымыздың бетіне әдемі етіп, гүл етіп шығамыз. Жан-жанына осылай тоже гүлдеп шығамыз. Бетін әсемдеу өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Қаласаңыздар фруктымен әсемдеуге болады, немесе шоколадпен әсемдеуге болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мінекей тортымыз осылай әдемі болып шықты. Өте нәзік, өте керемет. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.